түсіндің ба? Давайте енді келесі есеп шығарамыз. Келесі есепті. Бізде мына бір вариантын тексеріп көрейік. Давайте мына жерден нені табамын? Y табайын. 5х минус 3y тең 0 болса, 3y неге тең болады? 3y тең болады 0 минус x-қа. Яғни y неге тең болады? 3y тең болады минус 5x-қа. Бұл жерден y тең болады минус 5x бөлінген 3-ке. Y нешеге тең болады? Минус 1,3/2 x-қа тең болады. Дұрыс қой. Немесе қалай жазсам болады? Y неге тең болады? Немесе. Y тең болады x плюс. Жоқ, Y тең болады минус 3-тен 5x деп жазсам болады. Дұрыс қой, иә? Иә. Иә. Енді қарады. Екінші жағдайда қандай сонда? Екінші жағдайда қиылысады. Просто ответ қиылысады болады. Не үшін? Өйткені коэффициенттер бірдей емес. Ағай, ағай, Ал, мына жақта плюс Ана болмай ма? минус пен минус плюс береді ғой. Минус пен минус плюс береді ғой. Жоқ, мына жақта екіншісінде плюс 3y болу керек қой, ол теңнен асты ғой. иә, рахмет. Жоқ, мен 3 асырған жоқпын негізі. Мен басқаша істедім. Бірақ окончательный ответ Ағай минус 5x қылдыңыз ғой ана 5x-ті. окончательный ответ плюс болады, келсем. Мен мына жерде минус ұмытып кеттім. Иә ағай, менде сөйтіп шықты. Иә. Енді қараңыздар, бізде бар ғой мына екі функция қандай болады? Есептің жауабы қандай болады? Просто қиылысады болады. Екі функция қалай не істейді? Қиылысады. Не үшін білесіңдер ма? Себебі оларда коэффициенттер тең емес. Иә, Жоқ, коэффициенттер. өйткені олар, ағай, тағы да екінші себебі бар, себебі олар бір сызықтың бойында жатыр. Жоқ, әңгіме бір сызықтың бойында жатқанда емес. Әңгіме мына жерде қара, екі функцияның коэффициенттері тең болса параллель болады. Екі функцияның коэффициенттері тең емес қой. Екі функцияның коэффициенттерін көбейтсек, менде минус 1-ге тең емес қой. 3-тен 5-ті сен 5-ке көбейтсең минус 1-ге тең емес қой. Значит, просто қиылысады. Бірақ перпендикуляр болып қиылыспайды, просто қиылысады. Бала түсінікті ма? Бала түсінікті ма? Просто қиылысады. Келесі қараңыздар. Сысында. Ағай, Ау. жарайды. Сысында қараңыздар. Бізде Y табу керек қой, иә? Y тапсақ. Бүйтсек болады ше, қара. 2 минус 5x мынаған ба, мына жаққа жіберем. Мына жаққа жіберем. Сонда 2 минус x неге тең болады? 5y-ға тең болады. Y тең болады. Үшін Y тапсам 2-ге 5-ті бөлем, x-ға 5-ті бөлем. Екеуін орнына ауыстырам. Y тапсам, сонда минус мынау қосылған 5-тен 2 болады. Y неге тең болады? Минус 0,2x қосылған қанша? 4-ке тең болады. Дұрыс па? Ағай, сіз неге ана жақта таңбасы ауыстырып тастадыңыз, если Y-дің жанында таңба жоқ? Ой, таңба жоқ, то есть. Жоқ, мен қарашы, мынаның 6-шы сыныптың проблемалары бар сендерде ше. Мен былай істедім. Мен мынаны мына жаққа жіберіп жібердім. Келісесің ба? Ал Иә. x-ті мына жаққа жіберіп жібердім. 5Y қалды ана жақта. Енді y-ті табатын болса, мына 5-ті мынаған бөлем, мынаған бөлем. Дұрыс? Иә. Енді мына екеуін орнын ауыстырдым мен просто. Ауыстырсаң ештеңе өзгермейді ғой. Иә. Мына жерде 1 бар математикада. Минус 1-ге 5-ті бөлсең минус 0,2 болады, 2-ге 5-ті бөлсең, жоқ, 2-ге 5-ті бөлсең 0,4 болады екен, иә? Мына жерде сәл қателік жазыппын. Дұрыс қой. Енді қараңыздар. Мына жақта, давайте мына жерде нені табайықшы. Мына жерде нені табам, мына жерде y тапсам, y неге тең болады? Y тең болады x плюс 5-ке. Y тең болады неге? 2-ден x қосылған 5-тен 5 бөлінеді ба? Мына жерде Екі. математика 1 бар. 0,5x Онда- қосылған нешеге 2,5-ға тең болады. Дұрыс па? Иә. Дұрыс қой. Балар, мен алдап кеткен жоқ па? Бір қарайықшы. Так, 2 минус 5y тең x, 2 минус x тең 5y. Так, мынау. Мына жерде 2, так. Минус 0,2, 0,2, 0,2 дейді. 2-ден 1 болды. Ну, бәрібір 2 түзу, просто ответі қиылысады болады.
Өйткені бар ғой, сен мынаның коэффициентін қара. Мына екеуінің коэффициенті бірдей емес, дұрыс па? Еще ағай сонда мына жақта любым способом екі анау функцияның коэффициентін табу керек, сосын шыға ғой, иә? не? Егер қара, екі функцияны көбейтсек, екі функцияны көбейтсек қара. Минус 0,1 шыққа ма, сондай шығады, дұрыс па? Значит, бар ғой, қара. Значит, коэффициенттердің көбейтіндісі минус 1-ге тең болса, қара, коэффициенттердің көбейтіндісі бізде минус 1-ге тең болса, не болатын еді бізде? Естеріңізде ме? Бізде екі функция перпендикуляр болатын еді. Ал мына жерде коэффициенттердің көбейтіндісі минус 1-ге тең емес, перпендикуляр емес, яғни 90 градус емес. Еще коэффициенттер бір-біріне қандай тең емес. Дұрыс па? Значит, ол не деген сөз? Бұл деген сөз. Олар просто қиылысады. Я просто қиылысады. Түсінікті ғой, иә? Так, на дда қараңыз, дда. Давайте y табайын. Y тапсам неге тең болады? Ауызша тапсам. Y тең болады неге? X минус 4-ге. Минус x плюс 4. Жоқ, былай істесең болады. Сен минус y-ті мына жаққа жеу жүресің. Плюс y болып кетеді ол ше. Былай ғой, x минус y минус 4 тең 0 ма? Мына жаққа жеу жүрсең, x минус 4 тең y болады. Екеуінің орнын ауыстыра саласың, былай болады. Мына жерде y неге тең? 3x минус 6-ға. Енді екі функция жайлы не айтса болады? Балар, екі функция жайлы не айтса болады? Просто қиылысады. Екеуі де қиылысады, себебі тең емес. Просто қиылысады. Коэффициенттері бірдей емес. Түсінікті ма? Я просто қиылысады. Түсінікті ғой, иә? Келесі. Жақсы, келесі. Бізде мынада. Так, 2x минус 4y тең неге тең дейді? 4-ге тең дейді. Дұрыс па? Енді давайте y табайыншы. Мен мына жаққа жеп жүрем. Сонда 2x азайтылған 4 тең болады 4y-ға. Енді 4-ке бөлем. 2x-ті 4-ке бөлем. Азайтам 4-ті 4-ке бөлем. Соң неге y-ға. Нерде қанша болады? 2-ден 1x минус 1 тең y-ға. Енді y табатын болсақ, y неге тең болады? Сонда 2-ден 1x минус 1-ге. Мына коэффициент неге тең? 2-ден 1-ге тең. Дұрыс қой? Мына жерде коэффициент неге тең? Коэффициент 1, коэффициент 2 неге тең? 2 жағына тең. Мына екі функцияда просто қиылысады. Өйткені олардың коэффициенттерінің көбейтіндісі бізде минус 1-ге тең емес. Еще коэффициенттер бір-біріне тең емес. Значит, просто қиылысады. Түсінікті ма? Балар, просто қиылысады. Түсінікті ғой, иә? Енді келесіде. Так, f-те қараңыздар, f-те. Давайте мына жерден y табайық. 5-ті бері әкелеміз да, y-ті ар жібереміз. X минус 5 болса. Мына жерден y тапсақшы, мына жерден y тапсақ. X қосу. 1 плюс x болады. Енді қарасаң, бұл да просто не істейді, қиылысады. Өйткені бар ғой, мынаның коэффициенті 1, мынаңқы да 1. Жоқ. Параллель болады екен, қателестім мен. Өйткені Яғай параллель болады, коэффициенттер тең ғой. Коэффициенттер тең болса, значит, екі функция параллель болады. Түсінікті ма? Түсінікті ғой, иә? Өйткені мынаның коэффициенті 1-ге тең, мынаңқы да 1-ге тең, значит, екі функция қандай болады? Параллель болады. Келесіде, давайте g-ді шығарайықшы, g-де. Мына жерде нені табамыз, қараңыздар. Мына жерде нені табамыз? y тапсақ. Мына жаққа жіберем. X минус 2 тең неге? 3y-ға. Y тең неге? X бөлінген 3-ке минус 2 бөлінген 3-ке. Дұрыс па? Значит, y тең неге? 3-тен 1 көбейтілген x минус 3-тен 2-ке. Кесесіңдер ғой. Ал жақсы, мына жерді қарайық. Үш жерден нені табам? Y табам. Қара. 3y минус x тең 1-ге. 3y тең 1 плюс x-ға. Y тең 1 бөлінген 3 қосылған x бөлінген 3-ке. Қарасыңдар, екеуінің коэффициент. Енді мына екеуін орнына ауыстырсам, y тең неге тең болады? 3-тен 1 x болса, 3-тен 1-ге тең болады. Дұрыс қой? Енді қарасаңдар. Екеуінде коэффициенттері қандай? Бірдей. Значит, екі функцияның коэффициенттері бірдей болса, значит, бұл параллель. Y бір функциясы мен Y екі функциясы параллель. Түсінікті ғой, иә? Бала, түсінікті ма?
негізі қиын емес. Ашта кеттік. Ашта былай дейді, қара. 4y тең 9 қосылған 4x дейді. Мына жерде минус 14x тең 8y минус 3-ке тең дейді. Давайте мен y табамын. Неден y табасам 9 бөлінген 4 қосылған 4x бөлінген 4 болады. Мен y неге тең болады? 4-тен 9 болады. Мына жақта 1x-қа тең болады. Дұрыс па? Келісесіңдер ғой? x-қа тең болады. Та, мына жерден y тапсақшы. Мына жерден y тапсақ неге тең болады? Неге орнын ауыстырамын? 8y минус 3 нешеге тең болады? Мынаған тең болады. Дұрыс қой? Енді 8y неге тең болады? 8y тең болады минус 14 минус 3 плюс 3-ке тең болады. 8y неге тең болады? Минус 11-ге тең болады. Y неге тең болады? Тұра тұр, мен өтірік айтам. Мен өтірік айттым, асықпа. Осыған тең болады ғой. Енді y-ті бөлеміз, қараңыздар. Осыған тең болады ғой. Мен өтірік айттым жаңа. Енді өшір y-ті табамыз, қараңыздар. Минус 14x-қа нешені бөлем? 8-ді бөлем. Қосам 3-ке 8-ді бөлем. Сонда y нешеге тең болады? Екеуі де нешеге бөлінеді? 2-ге бөлінеді. Мынаны 2-ге бөлсем 7x болады, ананы 2-ге бөлсем қанша болады? 4 болады. Дұрыс қой? Осы 8-ші. Мына функциялар не айтса болады? Бірнесі айтса бола ма? Ешнәрсе айта алмаймыз. Себебі бар ғой, просто біз былай айтамыз. Қара, мына коэффициент бірге тең. Просто қиыншылық. Я, мына коэффициенті бірге тең, мына коэффициенті минус 4-7-ге тең. Екі функция просто не істейді? Қиылысады. Өйткені коэффициенттер тең емес, және коэффициенттердің көбейтіндісі минус 1-ге тең емес. Түсінікті ғой, иә? Бала, түсінікті ма? Ал, жақсы, келесі бізде қайсысы? Келесі мынада. Айда қараңыздар. Y тапсақ, y неге тең болады? Минус x плюс неге тең болады? Дұрыс па? Так, мына жерден y тапсақ, y неге тең болады? X плюс 1-ге тең болады. Мына екі функция жай не айтуға болады? Не айтуға болады? Қиылысу. Қиылысады. Я, мынаның коэффициенті минус 1-ге тең. Мынанікі 1-ге тең. Енді қараңыздар, екі функцияның коэффициенттері қара, мынаның k1-дің коэффициенті неге тең? Минус 1-ге тең. Мына k2-ның коэффициенті 1-ге тең. Егер Ал, перпендикуляр болады ғой? Я, екі функцияның коэффициенттерін көбейткен кезде минус 1-ге тең болса, онда екі функция перпендикуляр болады. Значит, мына екі функцияның қиылысатын нүктесі қандай болады? Перпендикуляр болады. Бала, түсінді ме? Бала, түсіндіңіздер ме? Guys, do you understand me? Просто мен биттім, балалар, қараңыздар. Мен просто өткенде екі сабақ алдын айтып отқан ережелер бар ғой, мен соны просто жалғастырып жатырмын. Артық бір нәрсе өтіп отқан жоқпын, мен, иә? Байқадыңыздар ма? Енді қараңыздар. Енді қара. Мен не істедім? Мына жерден нені таптым? Y таптым. Мына жерден Y тапсам минус x плюс 3-ке тең болады. Мына жерден Y тапсам x плюс 1-ге тең болады. Енді қара, мынаның коэффициенті неге тең? Мынаның коэффициенті 1-ге тең, мынаның коэффициенті 1-ге тең. Значит, бірінші функцияның коэффициенті менде минус 1-ге тең, екінші функцияның коэффициенті менде 1-ге тең. Бірінші функцияның коэффициентімен екінші функцияның коэффициентін көбейтем. Минус 1-ге көбейтем 1-ді. Екеуінің коэффициенттерін көбейтіндісі неге тең? Минус 1-ге тең. Дұрыс қой, иә? Бала, келісесіздер ғой? Да. Значит, мына екі функция қандай болады? Перпендикуляр болады. Яғни, екі функция қиылысқан кезде мынандай 90 градуспен қиылысады деген сөз. Бала, түсінді ма? Бала, түсіндіңіздер ма? Иә. Ал, жақсы, келесі. Так, мына жерде нені тапсақ? G есебінде коэффициент тапсақ. Коэффициент неге тең болады? Тауып көрдіңіздер ма? Давайте G есебін шығарып көрейік. Мына жерде есеп енді қиыншы, қатты қиын негізі. Так, G есебі. Қараңыздар. Минус 3-тен 2x минус 4y қосылған 3 тең 0. Дұрыс па? Енді мен бүйтем, ең оңай әдіс мына жерде мына жаққа жеп жіберу. Сонда қара, минус 3-тен 2x плюс 3 тең нешеге 4y-ға.
y табушы мынаған бөлім, мынаған бөлім. Сонда минус 3-тен 2 x-қа 4-ті бөлім, қосам 3-ке 4-ті бөлім. Ол неге тең болады? Y-ға тең болады. Мына жерде неше шығады? Минус 3-тен 2-ні 4-ке бөлсеңдер. Минус 6-тан 1 x минус шығады. 6-дан 1. Иә, минус 6-тан 1 x шығады. Қосылған мынау тең Y-ға. Осы жерден Y табатын болсам, Y неге тең болады? Минус 6-тан 1 x қосылған 4-тен 3-ке тең болады. Бала кесесіздер ма? Иә. Енді давайте мына жерден Y табайық. Мына жерден Y табайық. 3-тен 2 x минус 9-дан 1 Y тең нешеге? Минус 9-ға. Минус 9-дан 1 Y тең минус 9, мына 3-тен 2 мынау жаққа кетеді минус болып. Минус 3-тен 2 x. Кесесіңдер ғой. Минус 9-дан 1 Иә. Y тең болады. Минус 9, минус 3-тен 2 x. Енді мына жерде Y табатын болсақ, минус 9-ды бөлем нешеге? Минус 9-дан 1-ге. Минус 3-тен 2-ні бөлем нешеге? Минус 9-дан 1-ге. Тоже. Енді екеуінде минус 9-дан 1-ге бөлем. Мына жерде неше шығады? Мына жерде 81 шығады, плюс шығады. До того плюс шығады. Так, мына жерден ше. Мына жерде минус 9-дан 1 бөліп аттым, ол мына жерден плюс 6x шығады. Мына жерде 81 плюс 6x шығады. Енді қара, мынаның коэффициенті неге тең? Мына функция, Ағай перпендикуляр болады ғой. иә, мына функцияның коэффициенті менде қандай? Мына функцияның коэффициенті менде неге тең? Минус 6-тан 1 x тең. Мына функцияның коэффициенті k2 тең 6-ға тең. Бізде жалпы математикада екі функцияның коэффициенттерінің көбейтіндісі, яғни минус 6-тан 1 көбейтілген 6, екеуі қысқарады да минус 1-ге тең болса, екі функция онда қандай параллель? Жоқ, өтірік айтамын, перпендикуляр. Бала түсінікті ма? Түсінікті Иә. ғой, иә? Екі функция Иә. перпендикуляр. Яғни осындай нәрсе заңдылықтар бар екен. Біз жейді біттік па, енді К-ны қараңыздар. К-да. К-да. X неге тең дейді? Қараңыздаршы, X. Негізі X-ті беріп қойған, X-ті бермеу керек ше, 4y плюс 19 ба, негізі Y-ті беру керек бізге. Давайте осы жерден Y-ті табамын. Мына жаққа жібере салайыншы. Сонда не болады? X минус 19 тең болады неге? Минус 4y-ге. Бұның математикадағы мағынасы не? Бұның математикадағы мағынасы минус 4y тең X минус 19-ға. Бұның математикадағы мағынасы Y тең X бөлінген мынаған. Минус 19-ға нешен бөлім? Минус 4-ті бөлім. Сонда қараңыздар не болады? Минус мынау плюс 4-тен 19 болады. Дұрыс па? Енді қара, 20 Y тең неге? Минус 5x минус 12-ге. Мына жаққа жіберем. Жоқ, тұра берсін, е? Мына жаққа бөлу деген бұл. Енді Y табатын болсақ не істеймін? Минус 5x-қа 20-ны бөлем. Минус 12-ге 20-ны бөлем. Сонда мына жерде Y неге тең болады? Минус 4-тен 1 x болады. Екеуінде 4-ке бөлсем, Минус 5-тен 3. 5-тен 3-ке тең болады. Енді қарасам, енді қараңдар, мен басына жазам, қараңыздар. Мынаны табатын болсақ, мынау неге тең? Минус 4-тен 1 x плюс 4-тен 19-ға тең емес па? 0,25 минус 0,25 көбейту x деп жазсақ бола ма? Енді қара, екеуінде де коэффициенттер қандай сан шықты? Бірдей сан шықты. Мына К1-дің коэффициенті неге тең? Минус 4-тен 1-ге тең. Параллель бола ма, ағай, параллель? К2-ның коэффициенті минус 4-тен 1-ге тең. Егер де екі функцияның коэффициенттері бір-біріне тең болса, значит, екі функция параллель болады. Қада есептің жауабы параллель шығады. Бала түсінікті ма? Иә. Түсінікті ғой, ал келесі кеттік. L есебінде мынандай бір функция берілген, және ол функциялар қалай орналасқан дейді. Давайте бірінші мынаны шығарып көрейік. Мына минус 5x минус y. Мына жерде бірнеше жазылмағанша тең 3 деп айту керек еді ау деймін. Ладно, осылай ойлайықшы. Енді y табатын болсақ, y-ті мына жаққа жібере саламын. Сонда минус 5x мына 3 мына жаққа минус қойып беремін. Ағай, y-тен неге? Минус 5x минус 3-ге. Ал? ағай, бір нәрсе айтсам болады ма? Мына жақта мынау нөлге тең емес па? Я, мен көрмей қаппын оны, рахмет. Минус 5x минус y плюс 3-тен 0 деген бар екен, көрмей қаппын. Енді мына жаққа жібере саламын y-ті. Сонда минус 5x қосқан 3 тең болады неге? Y-ға. Y тең болады неге? Минус 5-тен x қосқан 3-ге. Бала түсінікті ма? Иә. Енді қара, 7x қосқан 1,5-тен 2 y минус 1 тең 0. Осы жерін 1,5-тен 2 не деп алсақ болады? Білесіңдер ма? 1,4
Y. Иә, мынаны 2-ден 2-ге көбейтсек болады. Мынаны 2-ге, мынаны 2-ге көбейтемін. 1,4 болады, сонда 1,4 болады. Түсінікті ғой, иә? Сезесіздер ғой? Сонда мен мынаны не деп жазамын? Мынаны былай жазамын, қараңдар. Мынаны 7x қосылған 1,4 y минус 1 тең 0. Енді не істеймін? Енді бүйтемін, қараңыздар. X пен минус 1-ді ар жаққа 1-де шығарам 4 y деймін да, мына 7x-ті мына жаққа жіберемін, минус 7x болады. Минус 1 мына жаққа жіберемін, плюс 1 болады. Ағай бүйтсек бола ма? y минус 7-де x бөлінген 1-де 4 плюс 1 бөлінген 1-де 4 болады. Y тең болады минус 5x қосылған, енді мынау не важно қандай сан шығады. Негізші. Енді қарасаңдар, мынаның коэффициенті неге тең болды? Мынаның коэффициенті Минус 5. минус 5. Мынаның да коэффициенті неге тең болды? Минус 5. Значит, екі функцияның коэффициенттері бірдей болса, онда олардың суреті параллель. Параллель. Яғни ол примерно былай болады деп, мына түзу былай өтсе, допустим, мына түзу былай өтсе, мынау да былай өтеді да параллель болады деген сөз. Бала түсінікті ма? Қазір Иә. ағай мына түсінбей алдым да, минус 7x бөлінген 1,4-тен қалай 5 шықты? Сен минус 7-ні 1,4-ке бөлсең 5 шығады. Минус 5 шығады. Өйткені мынау минус 70 бөлінген 14 деп алсаң болады да, ол бәрі 5 шығады. Түсініп тұрсың ба? Иә. Сонда екі функция қалай болады? Параллель орналасқан болады. Дұрыс па? Келесі m-да қараңыздар, m-да. m ғой, иә? m-да. m-да екі функция берілген, солардың қалай орналасқанын табу керек. Енді қараңыздар. Так, 4-тен 3 x минус 10-нан 1 y қосылған 3 тең 0 дейді. Давайте мен былай істеймін, мына жаққа өткізіп жіберемін. Сонда 4-тен 3 x плюс 3 тең нешеге? 10-нан 1 y. Дұрыс па? Енді екеуін орнына ауыстырамын, қара. 10-нан 1 y тең нешеге? 4-тен 3 x плюс 3-ке. Дұрыс қой? Иә. Енді 10 бар ғой, мына жаққа көбейтіліп барады. Өйткені бөлініп тұр ғой мына жақта. Сонда 10 көбейтілген 4-тен 3 x қосылған 10 көбейтілген 3 болады. Онда y қысқарады, мынаны 2-ке бөлсем 5-ке тең, мынаны 2-ке бөлсем 2-ке тең. Сонда 2-ден 15 x қосылған 30 болады. Осылай қала берсін ол. Давайте екінші функцияны зерттейміз. Бізде 3x тең 5-тен 2 y плюс 3 тең 0 болады. Енді осы жерден 5-тен 2 y-ті табамын. Ол тең болады, мынау мына жаққа минус болып барады, мынау да минус болып барады. Ол тең болады минус 3x минус 3-ке. Y мында ағай сонда 2 бөлу 5 көбейту бола ма? Иә, мына минус 3x-қа 5 көбейту болып барады, 2 бөлу болып барады. Мынау 3-ке 5 көбейту болып барады, 2 бөлу болып барады. Түсінікті ма? Сонда мына жерде қанша шығады? Минус 2-ден 15 x минус мынанша шығады. Енді, так, мен қателеспедім бе? Бір қарайықшы. Жоқ. Ағайында X коэффициенттерін көбейтсең минус 1-ге тең болып тұр ма? Жоқ, бөлсең. Так, коэффициенттер тең емес, значит, не істейді? Қара. Коэффициенттер бір-біріне тең емес. Значит, екі функция не істейді? Тең емес қой. Ағай көбейтіндісі минус 1 емес па? Жоқ, Көбейтсең. Жоқ. минус 1 болмайды ғой. Болмайды. Значит, екі функция параллельді емес, перпендикулярды емес. Просто қиылысады, иә? Просто қиылысады. Значит, қиылысады. Просто қиылысады екі функция. Түсінікті ма? Түсінікті ғой, иә? Келесіде, так, енді қараңыздар, екі функция берілген. Бірінші функция 3x плюс нешеге тең дейді? 6y тең нешеге? 10-ға. Сонда 6y тең 10 минус 3x. Y тең 6-тан 10 азайтылған 6-тан 3x. Екеуінде 2-ке бөлем. 5-тен 3, 2-ден 1x. Екіншісін 6x минус 3y тең 8. минус 6x тең 8 плюс 3y. 3y 5. 8 бөлінген 6, 3y бөлінген 6. Ой. 3y пен 6x-ің орнына ауыстырсақ түк болмай ма? Жоқ. Қазір тұра тұр.
6x минус 3 y тең 8 ба? Давайте 3 y мына жаққа өткізе салайыншы. 6x минус 8 тең 3 y. 3 y тең 6x минус 8. Y тең 6x бөлінген 3 минус 8 бөлінген 3. Y тең неге? X минус 3/8. 3/8. Мына жерде мына функцияны қайтадан жазамын. Қараңыздар, мына функцияны қайтадан жазамын. Y Ағай, тең параллель болады. Перпендикуляр. Перпендикуляр. перпендикуляр болады. Иә. Енді қара, мына функцияның коэффициенті неге тең? Мына функцияның коэффициенті минус 2-ден 1-ге тең. Келісесіңдер ғой? Оны көбейтемін. Мына функцияның коэффициенті неге тең? 2. 2. Бізде математикада егерде екі функцияның коэффициенттерін көбейткенде минус 1-ге тең болса, онда екі функция перпендикуляр. Яғни оның мағынасы мынада, мынау x болсын, мынау y болсын. Мына екі функция былай қиылысады деген сөз үшін. 90 градус болып. Түсінікті ма? Значит, біріншісінің коэффициенті 2-ден 1 көбейтемін нешеге? Минус 2-ден 1. Минус 2-ден 1 көбейтемін 2-ге. 2-ге қысқарады да минус 1-ге тең болады. Значит, екі функцияның графиктері қандай? Параллель. Түсінікті ғой, иә? Жақсы, келесі. Ода. Ағай, перпендикуляр емес па? Иә, перпендикуляр, рахмет. Яғни 90 градус қылса. Давайте осын қарастырайық. Ода x минус 3-тен 2 y тең минус 3 дейді. Давайте бүйтейік. Мына жаққа жіберейік, мына жаққа жіберейік. Сонда x плюс 3 тең болады неге? 3,5 y. 3,2-ден 1 y. Енді давайте бүйтейік. Бұл деген математикада мағынасы не? Бұның математикада мағынасы 3,2-ден 1 y тең неге деген сөз x қосылған 3-ке. Енді мен бүйтем, бұны не деп жазам? 2-ден 7 y тең x қосылған 3 деп жазам. Y-ті табатын болсақ не істеймін? X-қа көбейтем 2-ні бөлем 7-ні. 3-ке көбейтем 2-ні бөлем 7-ні. Сонда 2x бөлінген 7 қосылған 7-ден 6 болады. Түсінікті ма? Енді екінші функцияны зерттеймін. Екінші функция қалай еді бізде? X қосылған 7-ден 2 y қосылған 3 тең неге 0-ге тең еді. Енді не етеймін? 7-ден 2 y. Ол тұра берсін, иә? Тұра берсін. Мына екеуі мына жаққа жіберейін бар деп, кет деп. Сонда минус x минус y болып қалады. Енді y-ті табатын болсақ, минус x-қа 7 көбейтіледі, 2 бөлінеді. Минус 3-ке 7 көбейтіледі, 2 бөлінеді. Y тең болады, минус 2-ден 7x қосылған 21-ден 2 болады. Ал енді қараңыздар, мына функцияның коэффициенті неге тең? Бірінші функцияның коэффициенті неге тең? 2-ден 7, сонда 2-ні көбейтсең минус 1 шығады. 2-ден 2-ге тең. Екінші функцияның коэффициенті ше? Екіншісінікі минус 2-ден 7. Сонда олар. Енді екі функцияның коэффициенттерін көбейтіндісі нешеге тең болады? 7-ден 2-ні көбейтем минус 2-ден 7-ге. Қысқарады, минус 1-ге тең болады. Математикада егерде екі функцияның коэффициенттері минус 1-ге тең болса, онда екі функция не істейді? Қиылыспайды. Жоқ, коэффициенттер минус перпендикуляр болады. Яғни y1 және y перпендикуляр болады y2-ге. Мынау перпендикуляр деген белгі. Яғни қиылысады олар, бірақ 90 градус болып әдемі қиылысады деген сөз. Мынау y1 функциясы, мынау y2 функциясы. Бала түсінікті ма? Иә. Яғни екі функцияның коэффициенттерінің көбейтіндісі менде минус 1-ге тең болса, онда екі функция не істейді? Екі функция не істейді? 90 градус құрайды барлығы. 90 градус құрайды. Түсінікті ғой, иә? Давайте мына соңғысы қалды. Мына шығарып көрейік, иә? Бізде 2x қосылған 6y қосылған 3 тең 0-ге тең дейді. Осы жерден нені табам? 6y-ті табам. 6y тең болады неге? Мына жаққа кетеді, мына жаққа кетеді. 6y тең болады неге? Минус 2x минус 3-ке. Y тең болады минус 2x бөлінген 6, минус 3 бөлінген 6. Y тең болады неге? Минус 3-тен 1x. Минус 2-ден 1, е? Ну ладно, давайте екінші функцияны зерттейік. X қосылған 15y тең 2 тең 0. Не істеймін? Былай істеймін, е? Да, анайға көбейтеді. 15y неге тең болады? Мына жаққа кетеді, мына жаққа кетеді. Минус 5x плюс 2 болады. Y-ті табатын болсақ не істеймін мен? Минус 5x-ті бөлем 15-ке, плюс 2-ні бөлем 15-ке. Y неге тең болады? Минус 3-тен 1x плюс 15-тен 2 болады. Коэффициенттері ағай. Яғни бірінші функцияның коэффициенті минус 3-тен 1 болады, екінші функцияның коэффициенті минус 3-тен 1 болады. Параллель болады, ағай, параллель. Егерде екі функцияның коэффициенттері тең болса, значит y1 және y2 функциялары бізде параллель болады. Бала түсінікті ғой, е? Түсіндіңіздер ғой? Иә. Задача өте жақсы, өте мықты задача. Болды ғой, е? Жақсы.
үй жұмыс жалпы негізі осылай анықтауға берілген еді. Яғни суретін салып істесеңдер де болады, конечно шы. Суретін шығарып істесеңдер де болады, бірақ ол ұзақ уақыт алады. Сол үшін математиктер осындай оңай әдістерін ойлап тапқан екен. Жақсы, бала, қазір задача көрінгенде айтасыңдар, иә. Бүгін енді функцияны зерттейміз. Енді функция деген өте қиын тақырып негізі, и өте кең ауқымды тақырып. Зато қазір түсініп алсаңдар, кейін мықты боласыңдар. Сендер нешінші сынып едіңдер? 7 едіңдер, иә? 7-ші сынып. Так, блок алгебра, блок. Бізде жазыңқы түзулердің өзара орналасу деген тақырып өтіп жатырмыз, иә? Так. Енді бүгін тақырып қиындау болады. Тақырып қиын болғанда есептер қиындау болады. Енді с деңгейінің есептеріне Ағай, жаңа тақырып па? жоқ ой, осы функцияны жалғастырамыз. Осы үшін функцияны көп өтеміз әлі ше. Функция деген негізі мектепте функцияға келдіңдер ма, келген жоқсыңдар ма? Жоқ. Келген жоқпын. Ай, біз алдыға кетіп қалдық қой кәдімгідей. Қандай тақырып өтіп жатсыңдар? Көп мүшесі. Стандарт күйден өтіп болдық. Стандарт. Көп мүше оңай болады ма? Көп мүше аяп. Конечно. Көп мүшені жұма күні өттік. Ақылын күндері санды неге айналдыру өттік. Стандарт түрге. Иә. Біз әтеге оқып жатырмыз, чтобы конечный результат жақсы болу үшін. Так, жақсы. Есептер Ай, біз барлық тақырып емес, особый тақырыптарды өтеміз, ә? не барлық тақырыпты өтеміз. Невозможно, барлық тақырыпты өтпей қалай ол? Жоқ, негізі деймін да, бір стандарт күй өтпей өттік қой біз алгебрадан. Санды стандарт түйе келтіруді мен өткем сендерге. Өттік, иә. 0, 0, 0, минус бір бәлем, дәрежелі. Мен барлығын өтем. Давайте бірінші есепте берілген нүктелер арқылы өтетін түзудің теңдеуін жазыңыз дейді. Өзің көрсің ба бірінші? Иә. Так, бізде нүктелер задача өте қызық. Біріншісі x, екіншісі y, сонда координаталық не сызам ба? Ой. Қазір көресің. Яғни Сонда осы нүктелер арқылы өтетін түзудің теңдеуін жазыңыз дейді. Задача қиын достаточно, бірақ шығаруға болады. Ал мен көрсетейін. Қараңыздар, дайынсыздар ғой? Бізде қандай нүкте берілген? М және N. М деген минус 1 және 3. N деген 2 N деген және неге 5. тең дейді? N деген 2-де 5. 2 және 5. Бізде түзудің теңдеуінің формасы y тең kx плюс b. Дұрыс қой? Енді мен бүйтем. Ну ладно, давайте бірінші жағдайды қарастырамын. Бірінші жағдайда жазам y тең kx плюс b деймін да. Сондағы 3 тең... Мынау x-дің орнында тұр, мынау y-дің орнында тұр. Білесіңдер ғой? 3 тең... Значит, y-дің орнына 3 тең... Не деймін? Ағай, К көбейтілген минус 1 қосылған b деймін. Сонда 3 тең минус k плюс b болады. Сөйтсем да, мынаны сақтап аламын. Мынау тұра берсін өзі жерде. Қазір керек болады маған. Енді екінші жағдайды зерттеймін. Екінші жағдайда қараңыздар. Y тең kx плюс b болады. Дұрыс па? Сонда y-дің орнына 5 қоям. Так, мынау y, мынау x-дің орнына. Давайте y-дің орнына неше қоям? 5 қоям тең. К көбейту 2. 2 көбейтілген. Жоқ, k, 2 көбейтілген. Я, k көбейтілген 2. K көбейтілген 2 қосылған ба? Енді бұл жерден 5 тең 2k плюс b. Дұрыс қой? Енді кім айтады, мынау қандай тақырып? Ағай екеуін теңестіреміз ба? Енді мен былай жазамын. Теңестіреміз ба? Жоқ, былай жазамын, қара. Минус k плюс b тең 3-те біріншісін жазамын. Мына екеуін, просто қара біріншісінің мына екеуін орнын ауыстырып жаздым. Келісесіңдер ма? Мына жерде де екеуін орнын ауыстырып жазамын. Сонда 2k қосам b тең 5. 5. Азайтамын, сонда b мен b кетеді. Минус 3k тең
Жоқ, минус 2. иә, сен Ерасыл чуть-чуть жақындап жатсың. Енді мынау қандай тақырып білесіңдер ма? Жүйелеу. Мынау жүйе Негіз. деген тақырып. Жүйе деген тақырып. 6 сыныпта өткенсіңдер, жүйе деген тақырып. Бұны қайтып шығарады, бұны былай шығарады, қараңыздар. Мына Екі жүйе ғой. тәсілі бар. Біреуі аны орнына қойып, екіншісі қосып азайтып. Давайте мына жерден мен b-ны табайын. Мына біріншіден b-ны тапсам, b неге тең болады? Б 3 деген ол 3 К, 3 плюс К. Еще ол мына жаққа 3 барады. плюс К, 3 плюс К. Иә, b тең болады 3 плюс k-ға. Значит, мен мынаны ұстап аламын да, мынаны 3 плюс k-ны ұстап аламын да. Бұның орнына, ана жақтағы бұның орнына апарам. Астына b-ның Сонда орнына қоямын. Бекелдеп ол қоямын. тең болады. Сонда менде 2k плюс b-ның орнына 3 плюс k-ны қоямын, тең нешеге? 5-ке. 5-ке. Сонда 3К 2k-ға k-ны қосам. 3К Плюс 3 тең 5-ке. Дұрыс па? 3К тең Сонда К тең 3-тен 2. К тең 3-тен 2. Иә, бұл жерден 3k тең 5 минус 3, бұл жерден 3k тең 2, k тең 3-тен 2. Дұрыс па? Енді бұның мәнін қалай табамын? Бұның мәнін былай Бұның табамын. мәнін қосамыз, 2-ні и болады 3,3-тен 2. 3 қосқан k-ның орнына 3-тен 2-ні қойсам. Бұның мәнін табу үшін не істедім мен? K-ның орнына 3-тен 2-ні қоя салдым. b тең болады неге? 3,3-тен 2-ге. Значит, бізде жалпы функцияның формасы қандай еді? Жалпы функцияның формасы kx плюс b меді. Осындай еді ғой. Дұрыс қой, y тең деймін. K-ның орнына нешені қоямын? Қараңыздар, мен k-ның орнына нешені қоямын? K-ның орнына мынаны қоямын. Сонда функциямыздың формасы менде, сызығымыздың формасы 3-тен 2 x плюс b-ның орнына нешені қоямын? 3,3-тен 2-ні қоямын. Қараңыздар, мен k-ның мәні 3-тен 2 шықты, оны мына жерге қойдым, b-ның мәні 3,3-тен 2 шықты, оны мына жерге қойдым. Значит, бізде функцияның теңдеуін жаз деді, онда біздің функциямыздың теңдеуі осы болады екен. Шынымен де мына екі нүкте функциядан өтеді. X-ның орнына минус 1 қойса, қара, тексеріп көреміз. Давайте, мына қате ма дұрыс па тексеріп көрейін. Давайте m тең минус 1-де 3 деген нүктені функцияның орнына қойып көремін. Сонда y тең болады 3-тен 2 көбейтілген x-ның орнына нешені қоямын? Минус 1 қосылған 3,3-тен 2. Сонда y тең неге тең болады? Минус 3-тен 2 қосылған 3,3-тен 2. Яғни қараңыздар, мына екеуі жоқ болып кетеді да, по-любому не қалады? 3 қана қалады ғой. Значит, мен есепті қалай шығардым? Дұрыс шығардым. Түсінікті ма? Давайте екінші нүктені тексеріп көрейік. Өйткені қара, не үшін дұрыс шығардым? Өйткені мына жерде бізде y-дің мәні 3 шықты ғой, менде де 3 шықты. Яғни x-ның орнына мен неше қойдым? X-ның орнына минус 1 қойған кезде y-дің мәні 3 екені менде дәлелденді. Давайте мен екінші нүктені қойып тексеріп көрейін. Екінші нүктені қойып тексеріп көрейін, Мен екінші нүктені қоятын болсам, бізде n деген нүкте қандай? 2-де 5 деген нүкте. Сонда y тең 3-те 2 көбейтілген x орнына 2-ні қоям, қосылған 3,3-тен 2. Бұл деген y тең 3-тен 4 қосылған 3-тен қанша? 3-тен 11. Өйткені мына араласаны бұрыс бөлшекке айландырдым ғой мен. Бұған тең болады, y тең болады неге? 3, 4 қосылған 11. Y тең болады 3-тен 15. 15 3-ке бөлсем есептің жауабы 5 болады. Бала түсінікті ма? Значит, y-дің мәні қара. Мен x-ның орнына мына минус плюс 2-ні қойған кезде y-дің мәні менде 5 шықты ма? Шықты. Значит, мен есепті дұрыс шығардым. Есептің жауабы не болады? Анау болады. Мынаның бәрін жақсылап жазып ал, давай. Ағай, Ау. есепті қиындатып жүрдіңіз ғой. Бұл осындай есеп, бұл енді өмір оңай емес, Айзере сен ойлағандай. Давай, жауабы сонда мынау шығады. Жазыңыздар, қазір тағы есеп беремін. Осылай шығарады бұны. Жазып ал. Енді Ағай жауабы деп сонда К тең 3-тен 2, Б тең 3,3-тен 2 дейік па? Сонда болды ма? жоқ, жауабы тең 3-тен 2 x. Y тең 3-тен 2 x. Я, ол қай функция? Сонда функциямыздың түзуі осы болады да бізде. Түсініп тұрсың ба? Мұнан бәрін жазып ал, қазір келесі есепті осыған қарап шығарасыңдар өздерің. Мен шығармаймын. Ағай, маған таза целый 10 минут керек қой.
мынау түзудің теңдеуінің формуласы, түзудің теңдеуі немесе сызықтың теңдеуі деп айтылады. Он минут емес, қазір жаттығасың, үйреніп кетесің. Оңай ғой. Бірінші істеп көрсей сен. Өмір осы ғой, не істейсің енді? ағай сызықтық теңдеудің формуласы дедіңіз ба? Қалай екен? Так, Айзере жазып алсай. Жазып ал қазір. Келесің дәл осыған қарап. Жазып ал или телефоныңа түсіріп ал, скрин жасап ал. Келесің дәл осыған қарап шығарасыңдар. Қиын емес, не шығаруға болады. ағай жаздым. Менде. Енді оңай емес, балалар. Оңай нәрсе жоқ вообще негізі ше. Зато сен негізі мақсат түспесең де бәрі мықты болып қаласың ғой. Білім қалады ғой. Дұрыс па? Иә. Ағай, шын айтсам, мен нормально түсінбедім несі түсіндіргеніңізді. Кім айтты оны? Менің ағай. Жанқамет па? Иә. Сен вообще үндемей отырсың ғой, вообще бұрындағыдай емессің ғой, бажауын білінбейді ғой сенің, досик. Ағай, мен басым ауырып тұрмын соңғы уақытта, еще нешті оқуға изи емес екен, ағай. Қойшы, 7-ші сыныпта қиналмайтын еді ғой. Ау? 7-ші сыныпта қиналмайтын еді ғой. Мен ба? Жалпы да. Болды ғой, иә? Жоқ, ағай, просто кешке дейін жүресің, сосын еще бүгін тола қосымша суббота, воскресенье. Үлгермей қаласың, еще үй жұмысын, еще ТЖБ неделясы басталып жатыр. Жақсы, бала жазып болдыңыздар ма? Ағай, біз алгебраны 290-да анау өтеміз, қателеспесем. Осы именно функцияны. Мен білмеймін, нештің қалай өтесін, нештің особо түсінбедім мен. Білмеймін, біз бірінші геометриядан басталды. Қазір көп мүшені өтіп жатқан шығарсың енді. Көп мүше анау ма, который анау минус квадрат, минус куб па, типа. Иә. Я осыны өтіп жатырмық. Біз өтіп кеттік қой ондай нәрселерді, ертеші әдейі. Так, болдыңдар ғой, иә? Иә. Давайте енді осыған қарап, мынаны екінші есеп шығарыңдар. Тура осындай. Бірақ чуть-чуть басқаша. Подвох, енді сразу қиын болып кетті бұл ше. Ну, ладно, шығарып көріңдерші мынаны шығарыңдар, давайте. Біріншісін ба? Бетінші қазір. Біріншісін мен шығарып көрсеттім ғой. Жанғон, сен не істеп жатқанын білмейсің бар ғой. Біз не істеп жатырық, сенің хабарың жоқ. Бар, ағай. Міне ғой, дәл осыған қарап, мынаны шығарамыз, қара. Бізде нүктелер берілген, енді қандай нүкте берілген?
Бізде м қандай дейді? М 2-де минус 3 дейді. N ше? N 0-де 0 дейді. Ал шығарып көріңдер. Ағай анау жүйеге көшкен кезде орын ауыстырып жазған ол обязательно ма? Ағай, біз жауабында К мен Б-ны табамыз ба? Мен бұны табасың. Еще бар ғой, анау функцияның теңдеуін жазасың ғой. Y тең 3-тен 2 x плюс 3,3-тен деген сияқты жауабын жазу керек қой. Окончательный ответ жазу керек қой. Ағай, мен сізге жібердім. Ағай, мен тексеріп көрдім, менікі походу дұрыс. Қазір. Ағай, Марғұлан, сенікі дұрыс, иә. София, сенікі дұрыс та, бірақ К-ның мәні қате, сен жазамағасың. Былай ғой. Қараңдаршы, бізде қандай нүкте берілген? М 2-де минус 3 және қандай N 0-де 0 нүкте берілген. Жарқұмет, қара, Иә, иә, иә. кім шығып кетті? Біреу шығып кетті. Мына жерде жаңа кім бар еді? Өзі Ерасыл бар ма еді? Енді Y-тен неге тең? Kx плюс B-ға тең ба? Енді мынау X-тің орнында тұр, менде мынау Y-тің орнында тұр. Y-тің орнына неше қоямын? 3-ті қоямын. 3 тең К көбейтілген X-тің орнына 2 қосылған B. 3 тең 2К плюс B. Дұрыс қой? Келісесіздер ғой? 3 тең 2К плюс B. Ну ладно, тұра берсін осылай. Y-тің орнына минус 3 қояды екен. Енді екінші жағдай. Бізде Y тең Kx плюс B ғой. Мынау X, мынау Y, дұрыс па? Енді қара. Y-тің орнына 0 қоямын. X-тің орнына не қоямын? К көбейтілген X-тің орнына 0 қоямын. Тең ба? Осы жерден бір керемет нәрсе болады. 0 тең К деген санға 0-ды көбейтсең, ол да 0 береді. Плюс B. Б тең 0 болады сонда. Осы жерден B тең 0 шығады, иә. ағай, қазір жазам сізге түсіп қалды. Жаттым ғой деймін. Енді B-ның орнына ана жерге апарасың, 0-ды қойып жібересің де К-ны табасың, потом функцияның несі шығады. Ағай, солай барумен шығарамыз ба не? Енді мына B тең 0 ма? Енді бізге нені табу керек? Мынандай функцияның бастапқыны табу керек қой. Бұның 0 деген мәнін ұстап аласың да, қай жер қоясың, мына жер қойып жүресің. Фук өткіз. Дұрыс па?
ағай анақта мысалы сондай шықпаса мысалы екеуінде де мысалы біреуінде минус үштен Айару екі тағай дұрыс. мысалы минус үштен екі к плюс б тұр да, ал екіншісінде тоже мысалы минус минус төрттен к плюс б. Жоқ, осы жағдайды қарастырайықшы. минус 3-тен 2к к-ның орнына 0 қойдық па, бұның орнына 0 тұрды ма, тұра берсін. Мерде к-ны табатын болсақ, минус 3-ке 2-ні бөлемін. К неге тең болады? Минус 1,5-ға тең болады. Дұрыс па? Енді болды, бізде бұның к-ның мәні шықты, бұның мәні шықты, менде к-ның мәні шықты. Так, y тең болады, к-ның орнына нешені қоямын? Минус К-ның 1,5 орнына теңбетілген минус x, бір жарым бұның орнына х 0 қоямын. Онда біздің функциямыздың теңдеуі мынау шығады. ағай дұрыс па? Окончательный ответ осы шығады. Кім дұрыс па деймін? бот ағай түсіндім мен. Түсін ба? Жоқ, Айзере былай шығады. Айзере Иә. мен неғып отқанда қарасай шығарып отқанда. Ағай, бірақ не үшін анау мысалы минус үштен екі к плюс б м-да минус үш екі к плюс б шығады да, ал n-да мысалы минус төрттен минус төрттен минус екі к плюс б. ағай сұрақты қойсам болады ма? Иә. Сондай кезде ол жүйемен шығарамыз ба? Всегда жазуымыз керек пе? Иә, окончательный ответте всегда мынандай жауап болу керек. Окончательный ответте всегда мынандай жауап болу керек. Түсінікті, рахмет. Ағай, маған бір олимпиадчик, бір бала маған книга жіберген, сізге жіберейін ба геометриядан? Автор Керек кім? емес. Автор кім? Автор, I don't know. Шен Лен ба? Авторы жіберші. Балаян ба? Кім? Қайсысы? Қазір көрем. Так, давайте екінші шығарыңыздар. Ең бірінші әдіспен қараңыздар. Екінші шығар. Ағай, Ирандық Олимпиада 15 октябрьда болады ғой, жестко. Мына минус 7-те минус 5 па? Дұрыс па? N-ші? N 2-де 1. Ал шығарыңдар. Тура жаңа бірінші әдіспен шығады енді. Екінші әдіспен шығара аласыңдар ма? Екінші әдіспен бола ма? Жаңа бірінші есепті қалай шығарып? Или тағы мынаны түсіндіріп көрсетсем, или өздерің шығарасыңдар ма? Шығарып көрейік, ағай. Шығарып көріңдер онда. Қиын емес негізі. Ағай, бірінші К бола ма, или Б бола ма? Сұрақ түсінбедім. Бірінші. Жауабында бірінші К жазылады ғой, ә? Иә. Мынау X, мынау Y. Мынау X, мынау Y.
Ағай, менікі дұрыс емес, менікі дұрыс емес. Марғұлан дұрыс емес сенікі, иә, молодец. София, сенікі дұрыс, бірақ y тең деп жазу керек. Мақұл, қабылдаймын, бірақ y тең деп жазу керек соңында. Мен түсінбеймін қалай оны жазу керек екенін. Просто сен қара, сенің жазған к мен бұның мәнін дұрыс таппасын. София, просто қарашы. Y тең kx плюс b ма? Сен к-ның орнына жаңағы сенде шыққан санды жазасың, бұның орнына шыққан санды жазасың да, y тең деп окончательный ответ солай жазасың, болды. Түсіндің ба? Иә. Сен дұрыс жазасың, молодец. Балалар, мына қайтадан өзім түсіндірейін ба? Жоқ, ағай. Жоқ, ағай, қазір тағы да 2 минут. Ағай, ана бөлшек қой, анау сызық. Аға, примерно бүйтіп. София, дұрыс, иә. Марғұлан, дұрыс сенде. Қараңыздар, балалар. Екі оқушыға бүйтіп шығарамыз. Кете тұрыңыз, ағай. Былай ма, ағай? Ағай, дұрыс па? Так, айару негізі сенікі дұрыс. Так, Айзере жоқ, қате кетіп қалдым. Так, қараймыз. Сонда дұрыс па? Жоқ. Қараңдар, y тең kx плюс b, дұрыс па? Жанмұхаммед, қара, Иә. y тең kx плюс b. y-дің орнына нешені қоямын? Минус 5-ті қоямын. К көбейтілген x-дің орнына нешені қоямын? Минус 7-ні қоямын. Қосамын b-ға. Сонда минус 5 тең болады неге? Минус 7k плюс b-ға. Енді мына жерде y тең, мына жерде қалай шығарамын? Қараңыздар. Kx плюс b, y тең kx плюс b. y-дің орнына нешені қоямын? 1-ді. К көбейтілген x-дің орнына 2-ні қоямын. Бұның орнына нешені қоймаймын. Сонда 1 тең 2k плюс b. Онда менде мына екеуін ұстап аламын да, Жанмұхаммед, басқа сен шығарылатын адамсың ғой. Сен Нишқа да, КТЛ-ға да бәріне түскесің ғой, Жанмұхаммед. Просто у тебя желание жоқ. Минус 5 тең минус 7k плюс b. 1 тең 2k плюс b. Дұрыс қой, Иә, в тең Давайте плюс еще 5 бұны плюс табасылам. 7k. Балар, бұны табудың ең оңай әдісі мына минус 7k мынаяққа фук өткізіп жібере салу. b тең болады сонда минус 5 плюс 7k-ға. Ағай, минус 5 плюс 5 болмай ма? Жоқ, сен қарашы, былай істеуге болады. Мына минус 7-ні теңдіктің бірінші жағына плюс 7 қылып өткізіп жіберсең болды. Жалғыз b қалып кетеді ғой. Бұл онда осыған тең болады. Енді мынаны ұстап аласың да беркел дейсің. Беркел дейсің де бұны ұстап аласың да мынаның орнына қойып тастай саласың. Тарс.
Kaç дейсің да, сосын -5 ана жаққа уақыт тұрады, 6, 1 6 тең 2k плюс бұның орнына не 8k, қоясың? Бұның орнына так. Неге 6 минус жазамын? 8k. Ағай тақырып биз екен ғой. -5 плюс 7k. Сен тыңдамайсың да, просто мынаны қоссаң, 1 қосылған 5 тең 2k плюс 7k. Сонда 6 тең 9k. К тең 6 бөлінген 9. К тең 3-тен 2. Бала түсінікті ма? К тең 3-тен 2. Енді бұны табамыз. Бұны тапсақ. Бізде б неге тең еді? Қарасаңыздар, б мынаған тең еді ғой. Осын қойдыланам. Б тең болады -5 қосылған 7, к-ның орнына 3-тен 2 қоямын. Сонда б тең болады неге? -5 қосылған 7-тен 3-тен қаншаға тең болады? 3-тен 14-ке тең болады. Бұл дегеніміз неге тең? -5 қосылған 4 бүтін 3 3-тен 2. 3-тен 2. Бұл деген неге тең Ол болады? -3-тен 1, -3-тен 1. -3-тен 1-ге тең болады, иә. Ағай, Ал, мынау 2, так, 2,3-ті қайдан алдыңыз? мынаны 6-ны 3-ге бөлдім, 9-ны 3-ге бөлдім. Сонда 3-тен 2 шығады. Дұрыс қой. Енді не істедің? Енді функцияның формуласын жазамын. Y тең kx плюс b ма? Y тең k-ның орнына нешені қоямын? 3-тен 2 көбейтілген x, b-ның орнына -3-тен 1 қоямын. Значит, бізде функциямыздың формасы осыған тең. Бала түсінікті ма? Түсінуге болады, иә? Давайте телефондарыңа түсіріп алыңдар или жазыңдаршы. Онда келесі нүктені зерттейміз. Ағай, менде бағана біріншісі дұрыс емес болды, потому что мен x пен y-ның орнына қойып көрдім да, вообще басқа нәрсе шықты. Ағай, варианттармен бар ма? Ой. Умрай, не істейміз енді? Енді варианттар жоқ менде. Айзере, сен оңай жолды іздейсің. Оңай жолды іздемесей, не істейсің оңай жолды іздеп? Басқа оның әдісі жоқ па? Ағай, тағы да біреуін көрсетіңізші, д-ны. Міне. Болды ғой, иә? Енді давайте келесі есептің берілген, мынаны берілген шығар жолын өшірмей қойыншы, мен бүйтіп сақтап қойыншы. Айзере келіп болады мына шығар Ағай, жол. құрағанда, -7, -5 дегенді өзгерте салмайсыз ба? Жоқ, бұл тұра берсінші. Теспей ақ қойшы бұған. Қазір. Ана құра үстіндегісін өзгерте салуға болатын еді. Так, мына сақтап қалдым, иә? Мына жерде мынау қалып кетті, ойы 9-дан 6, 3-тен 2 деген қалып кетті ғой. Мен сақтап қалдым. Мен келесі нүктенің координаталары мынандай. Бала тура осы әдіспен шығара бересіңдер негізі. Так, келесі нүктенің координатасы қандай еді? Мен жазып алайын ғой. Қай жерге жазып алдым мен? Миым ашып қалды. М дейді, М неге тең дейді? 11-ден 0-ге тең дейді. Ендші? Енді 0-де 3-ке тең дейді. Ал шығарыңыздар. Мынау 3. Тура осы әдіспен, даже бұдан оңай әдіспен шығуы мүмкін. Е? Дұрыс па? Қазір. Ағай, менікі дұрыс па? София, сенікі дұрыс, иә? Марғұлан, сенікі дұрыс, иә?
Молодцы. Дұрыс. Жақсы, өте жақсы. Ағай, бесіншісі көрсетесіз ба? Мен скриншот жасасайыншы. Қазір. Міне бесіншісі көрінді ма? Анау тұр ғой мына. Бесінші мін тұр. Сразу 5 пен 6-ны скрин жасашы. Болды ғой, иә? Жасадым ғой. Бала шығарамыз, қиын емес негізі. Аға, мен сөйтіп бір есепті көрмей отырмын ғой. Ағай, Ау, есеп мін тұр. Жабдым. осы тақырыпты екінші тоқсанда өтеміз ба? Мен есімнен шығып кетті, или бірінші тоқсанның аяғында өтесің, или екінші тоқсанда өтесің. Мен есіме шығып кетті. Бірақ үшінші тоқсанда өтпейсің ау. Ергені жазайыншы. Міне, София, тез жазып алсай. Ағай, анау Y-тен KX плюс B, иә? Иә, Қателеспесем. иә. Ағай, 1 минут. Болды ма, София, жазып алдың ба? Иә. Давайте. Тура осы әдіспен бала шығарасыңдар, қиын емес негізі. Ағай, жауабын қалай жазылған еді? Ағай, мен сізге бесіншісін жібердім. Анау 2,3/7 деген ол 2 бүтін деген ғой. Айыру, тағай, дұрыс. Жақсы, давайте мына есепті көрейікші. Көрдіңізші, ағай? Иә, дұрыс па? Ағай, Жармұхамед, сен ағай, жауабын қалай жазатын еді? Ағай, Y жауабын. деп жазады, Y деп. Y-тен, ағай, менде Y. Қазір 1 минут, ағай. 1 минут. Осылайша тез, иә. 1 сағат отырайық та болмайтын есепте. 11-де.
ағай қойыңыз я 600. плюс ағай менде былай шықты жауабы. Айта берші, ауызша айта берші, мен түсінемін ғой. Y-тен минус 11-ден 3x-тен плюс 3. Я. Так, y-тің орнына 0-ді қоям. К көбейтілген x-тің орнына 11-ді қоям. Плюс b, мына жерде y-тің орнына 3-ті қоям. К көбейтілген ненің орнына нені қоям? Не еді мына жерде біз? Мен миым ашып қалды. X-тің орнына 0-ді қоям, қосылған b болады. Сонда тең 11k плюс b, мына жерде неге тең? 3 тең b тең 3. Дұрыс қой? Значит, мынаны ұстап аламын да, беркел деймін да, мына жерге тарс еткізіп қойып тастаймын. Сонда 0 тең 11k плюс 3. Бұл жерден 11k плюс 3 тең 0. 11k тең 0 минус 3. 11k тең минус 3. К тең мынаған тең. Значит, бізде k-мыз Запись бар ғой, а? мынаған тең болса, b-мыз мынаған тең болады да, y тең kx плюс b. Y тең минус 3-тен 1, 11-ден 3, x қосылған 3. Есептің жауабы осыған тең болады. Бала түсінікті ма? Түсінікті ғой, ә? Ал, давайте кеттік енді. Келесі қасиет бізде. ағай, осындай есеп шығарсақ, значит, үй жұмыста да осындай үй жұмысын бересің. Дәл осындай берем. Блин. Тура осындаймен шығара бересің ғой, ә. Келесі қандай Ой, нүкте? изи есеп қой, ағай, изи. Қандай нүкте екен? Болды ғой, ә? Келесі нүкте қандай еді бізде? Жаңа жазылды, ә? Мен мына өшірмей ақ қойшы, мына шығару әдісін. Қандай дейді? Нүктесі минус 9-да минус 4 дейді. Нүктесі минус 9-да минус 4 дейді. Нүктесі нүктесі 0-де 3 дейді. Дұрыс па? Дұрыс қой, ә? Давайте шығарыңдар енді. Өтірік айтам, нүктесі 0-де 3 емес 5-те 6 екен. Нүктесі 5-те 6 дейді. Ал, давайте шығарыңдар. Мен жаңа шығарып қойғандар тексерем қазір. Ағай, К мен Б тең бола алады ғой, ә? Бәрі мүмкін ғой. Бәрі мүмкін ғой. Дұрыс па? Қазір. Так. Кім шартты? Так, София. София, что-то қате болып тұр ғой сенде? Или берген қате жазып алдың ба? Не? Қай есеп қате? Жаңа астында жазып алдым деген есебім қате болып тұр ғой. Марғұланда да қате болып. Сендер точно мына нүктені зерттедіңдер ма? Точно мына нүктені? Ағай, қай есепті айтып отырсыз? Точно мына нүктені зерттедіңдер ма? Ағай, ол қайсысы? Білмеймін ғой, қарасай, минус 9-да. Қараш тақтаға. Жоқ, мен оны жасаған жоқпын. Минус 9-да минус 4, 5-те 6. Мен соны жаса дедім ғой. Сендер ешкім озып кет деген жоқ қой. Мен оны жасадым. Минус 9-да минус 4. Міне мына нүктені жасайсың. Минус 9-да минус 4. Мен оны жасадым, ағай. Оның дұрыс жауап жазған ешкімді көрген жоқпын мен. Ешкімде дұрыс жауап жазған жоқ. Мен оны 5 деп жаздым. 5 деп жаздым, көріңізші, 5 деп.
Жоқ, сенікі дұрыс екен, иә. Сен дұрыс жауапсың, 5-ті дұрыс Бәсе? жауапсың. Бірақ София дұрыс жазбапты оны. София, сенде дұрыс жауап жоқ, давай шығар. Иә, иә. Ағай, мен сізге H-қа дейін бәрін жіберіп тастадым, қазір дальше барар. Ендеше. Ағай, ендеше. Ағай, маған анау айды көрсете аласыз ба? Маған айдың жартысы ғана көрініп тұр. Жоқ, София, қате. Ағай, Айды, пожалуйста, айды ағай, көрсетіңізші. дұрыс. Қойшы. Меніңше ағай. Так, Айзере, қате. Жармұхамед, сен оқымайтын допсың, сен бала. Жалқау болып кетіпсің. Ағай қайтсаңдар дұрыс берді. Өтірік айтпашы. Так, сен просто жалынай жоқ сенде. Нешеге тең еді, балалар айтыңдаршы. Нешеге тең? Ба, -9, -4. Нші? N 5 мен 6. Қиын емес қой, просто шыға салады. Қара, Y тең. Стоп, ағай тоқтаңызшы. Әдемі мен қалай шығардым? Көрсетіңізші. Жоқ, айта берші. Көп есеп шығарайық та. Мынау X, мынау Y. Жоқ, Просто ағай енді көрсетіңдер қалай шығарғандарыңды. Y-дің орнына нешені қоямыз? -4 қоямыз. -4. Тең К Тең К көбейту -9 плюс плюс Б. тең -4 тең -9 К қосу В. Дұрыс па? Содан кейін не так 6 тең К көбейту 5. 6 тең К көбейту 5 қосу В. Енді жүйе сияқты бүйтеміз, қазір көрсетемін. Ой, бүйтеміз, короче. Так, К сосын 6 тең В. Сөйтіп, біз В тең -9 К қосамыз 4. Жоқ, мына сол жерден қателесем. Мына -9-ды бірінші жаққа плюс қойып жібере саласың ғой. Плюс 9К бола салады ғой.
Ой, блин. Дұрыс па? 9K болады. Содан кейін 6 тең 5K. Ағай. Так, бұның Содан орнына кейін мына 6 тең 5K. иә қазір бір минут сонда дальше не болады? 6 тең 5К плюс енді минус 4 плюс мынау бола салады ғой. 9. 6 тең. Мына жаққа жібере саламын. 6 плюс 4 тең 5К плюс 9К. 10 тең неге? 14К-ға. К тең 10 бөлінген 14-ке, К тең 7-ден 2-ге. Дұрыс қой? Ағай, набор 7-тен 5. 5-тен 7. Иә, 7-тен 5 рахмет, мен қателестім. Иә. 5 болады ғой. Иә, рахмет, мен қателестім. Енді бұны табатын болсақ, бұ неге тең еді? Минус 4 плюс 9К-ға ма? Бұ тең болады минус 4 қосылған 9 көбейтілген К-ның орнына 7-тен 5 қоямын. Сонда минус 4 қосылған 7-тен қанша? 45. Бұ тең минус Сонда 4 қосылған минус 4. 45-тен 7. 6. 6 бүтін 7-тен 7. Дұрыс қой, иә? Жоқ. Иә. Бұл жерде 6-тан 4-ті азайта саласың просто. Өйткені аз ғой. Минус 4 6-тан аз 2. ғой. Иә, 2. 2 7-тен 3. 7-тен Ол 17. бізде иә. Бұнда y-тен kx плюс болма, k-ның орнына 7-тен 5 x плюс нешеге, бұның орнына 7-тен 17. Есеп осымен аяқталды. Бала түсінікті ма? Патша ағай менде дұрыс, бірақ мен не шатасып кеткем әр жерде. Бала түсінікті ғой, иә? Жақсы. Қиын емес қой, по идее. Қиын емес. Иә. По идее, қиын емес. Дәл осы формамен шыға береді. Ал келесі қайсысы бізде? Давайте f-ті шығарайық. F-та не дейді? F нүктесінің координатасы бізде қандай дейді? M 0-3, n 1-3 болды. Дұрыс па? Иә. Ағай, жүйді көрсетіңізші. Ой, мыналарда бір. Тұра тұршы. F неге тең болды? M 0-3 дейік. Бұ неге тең дейді? Мақұл, сразу аша салайыншы бәрін. Міне. F-ті шығарыңдар. Түсіңдер ғой енді. F-ті шығарамыз. Дұрыс па, ағай?
Так, София да дұрыс екен. Жанмұхаммед қате y-тен 3. Какой саған y-тен 3? Жанмұхаммед, оқымайсың неге? Ой, 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 Жанмұхаммед өтірік айтпасай. ағай төрт сен нөлге емес пе? Қатең ол емес. Ой, мен тупоймын ағай анда. Ағай, мен мынаның бәрін болдым сізге жіберіп. Айару, тағай чуть-чуть қате бар сенде. Ағай, менікі дұрыс па? Так, Марғұлан, Марғұлан, маған нені жіберу керексің қазір сен? G кәні, G жоқ қой сенде, Марғұлан. Бағана анау G деген ол Иә, мен, 6, ой, 7 ғой. иә, көрдім бар екен, иә. Так, қараңдар. Жанмұхаммед, сенде желание жоқ. Жоқ, ағай, мен беріп атым. Бізде нүктелер қандай берген? М нүктесі 0-3 дейді. Ағай, қазір. N нүктесі 1-3 дейді. Давайте шығарсыңдаршы. Қателерін түзеңдер, қате шығарғандар. Қарауатып қой. Қазірше дұрыс па ағай? Ағай, мен бәрін шығарғаным дұрыс болса шықсам бола ма? Жанмұхаммед дұрыс, иә. Так, қараңыздар. Ағай, қазір. Ағай, Джейді көрсете аласыз ба? Қазір тұра тұршы. Болды, талдаймыз, не болып кетті өзі. Дұрыс па? Азире қате кетіп қалдым. Ағай, менікі дұрыс па? Сіз дұрыс емес емен. Айару, тағай дұрыс, Жанмұхаммед дұрыс, иә. Айару, тағай бір жерде қате кетіп қалдым таңбадан. Ағай, Y менікі тең, хата дұрыс па? жоқ, kx плюс b. Y тең kx плюс b, дұрыс па? Там, мынау y, мынау x, мынау y, мынау x. Ертін оны неше қоямын? 3 тең. К көбейтілген 0 қосылған b. 3-ден 3 тең, 0 қосылған b, 3 тең b-ға тең болады. Кесесіңдер ғой. Мына жерден минус y тең k көбейтілген x орнына 1-ді қоямын, қосам b-ны. Минус 3 тең k қосылған b болады. Енді b-ның орнына мына 3-ті апарамын да беркел деймін да қоя саламын, тарс еткізіп. Онда неге тең болады? Минус 3 тең k плюс b-ның орнына 3-ті қоямын. Мынаны мына жаққа жіберемін. К тең болады неге сонда? Минус 3, минус 3, к тең болады минус 6-ға.
Значит, y тең kx плюс b ма? Y тең каны орнына нешені қоямын? Минус 6x плюс 3-ке болады. Есептің жауабы осы болады. Өйткені бізде k тең минус 6 шықты, b тең неге тең болды? 3-ке тең болды. Түсінікті ма? Жақсы. Бала, қазір үй жұмысын сразу жіберіп тастаймын. Мына видеоны ютубқа жүктеуге де уақыт кетеді. Сразу шығарып тастасаң да жарай ма? Ертең қалдырмай. Жарай ма? Жақсы. Жақсы, сау болыңыздар. Ағай, Sağ olun.